Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ шоколадты кекстің рецептімен бөлісемін. Басқа да жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне қант қосып, венчикпен араластырамыз. Үстіне ертілген сары май салып, шым-шым тұз қосып араластырамыз. Жылы сүт құямыз. Шым-шым ванилин қосамыз. Електен онды өткізіп, 2 бөліп саламыз. Біркелкі масса болғанша дейін жақсылап венчикпен араластырамыз. Соңында қопсытқыш қосып, тағы араластырамыз. Басқа ыдысқа 4 қасық қамыр саламыз. Оған какао қосып, сүт құйып, араластырамыз. Менде кекске арналған форма, астына пергамент қағазын төседім. Видеода көрсетілгендей қамырды 2 ас қасықтан формаға саламыз. Соңында шпажкамен әдемі формасын келтіреміз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 45 минут пісіреміз. Кекс толық пісті. Шоколадты глазур жасау үшін 50 грамм шоколад пен 20 грамм сүтті микроволновкада ерітіп алдым. Шоколадты глазурды жасамасаңыздар да болады, бірақ шоколадты глазурмен одан да дәмді болатын сияқты. Әсемдік үшін үстіне кокос ұнтағын септім. Бұл кекстің басқаларынан айырмашылығы дәмі өте ерекше, жұмсақ, нәзік, шынымен де қатты ұнады, отбасыма да ұнады. Міндетті түрде жасап көрдіңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.